Сәлеметсіңдер ме балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы күн жүйесіндегі ғаламшарлар. Бүгінгі сабақта сен күн жүйесіндегі ғаламшарлардың орналасу тәртібін, ғаламшарлар бір-бірінен қалай ерекшеленетінін білесің. Олай болса, мына сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Астрономия ғылымы нені зерттейді? Неліктен күн жүйесіндегі ғаламшарлар деп атайды? Сен қандай ғаламшарларды білесің? Күн жүйесінде неше ғаламшар бар? Қай ғаламшарлардың серігі бар? Балалар, күн жүйесінде 8 ғаламшар бар. Яғни шолпан, Меркурий, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Күн және оның төңірегінде айналып жүретін аспан денелерін біз күн жүйесі деп атаймыз. Осы аспан денелерін зерттейтін ғылымды астрономия деп атаймыз. Біздің жер осы күн жүйесіндегі ғаламшарға кіреді. Ғаламшарлар көлемі бойынша 2 топқа бөлінеді. Бірінші топқа көлемі орасан зор алып ғаламшарлар, яғни Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун жатады. Ал екінші топқа Меркурий, шолпан, Жер және Марс жатады. Меркурий, шолпан, Марс және Жер күнге жақын орналасқан ғаламшарлар. Бұл ғаламшарларды ішкі ғаламшарлар деп атайды. Олар өз атауын Жер ғаламшарына ұқсастығына байланысты алды. Жер ғаламшары үшінші тұрады. Сендер экраннан Меркурийді көріп тұрсыңдар. Меркурий Жерден 20 есе кіші. Меркурийде күндіз өте ыстық болады, ал түнде қатты суық болады. Ал мынау шолпан. Шолпан Меркурийге қарағанда күннен алыс орналасқан, бірақ ол күн жүйесіндегі ең ыстық ғаламшар болып табылады. Шолпанда тірі ағзалар үшін улы атмосфера қабаты бар. Шолпан мен Меркурийдің табиғи серігі жоқ. Ал мынау Марс. Марс көлемі бойынша Жерден 2 есе кіші. Онда өте суық және су жоқ. Бұл ғаламшардың табиғи 2 серігі бар. Фобос және Деймос деп аталады. Күн жүйесіндегі ғаламшарлар мен оның серіктерінен басқа астероидтар мен кометалар өте көп. Есіңе сақта, Меркурий, шолпан, Марс, Жер бұлар ішкі ғаламшарлар. Меркурий күнге ең жақын орналасқан ғаламшар. Бірақ ол күнге ең жақын орналасса да, Меркурийде мұз бар. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Олай болса, ғаламшарлар арқылы кері байланыс жасап көріңдер. Бүгінгі сабақ аяқталды, сау болыңдар.